Қуат берген, дәм берген тұзың маған, қаймағыңнан айналдым бұзылмаған, гүліні сүйем шалғанның бірін сүйем, үнін сүйем масаның ызыңдаған. Жайлаудағы екінші күніміз таңертеңмен таңқурай теруге шығудан басталды. Өйткені бұл жақта малина өте қалың өседі, және біз келген уақыт ол малинаның сезоны. Нағыз піскен уақыты. Міне қазірде біз тауға келдік. Мұнда өте көп, таңқурайдың өте көп екенін байқап тұрмыз. Міне көрдіңіздер ме? Мына бір ағаштың өзінде, бір талының өзінде мынаншама малина үйіліп тұр. Тіпті былай түртіп қалсаң, бәрі құлағалы тұр. Нағыз піскен уақыты. Міне. Және өте дәмді. Таудың малинасына ештеңе жетпейді. Біздің қыздар да, жанымда құрбыларым да міне шетінен малина теріп жүр. Сәлем. Біз міне малина теріп жүрміз. Мынау осындай маған бір кішкентай шелек берді. Соны мойныма іліп алып, малина теріп жүрмін. Мына жерде Айгүл тәте айтатын, жақта малина теріп жүрген. Биыл малина кішкене ұсақтау шықты дейді, бірақ сонда да өте дәмді екен. Енді мен өзіме міндет қойдым, осы шелекті толтырамын деп. Сонан кейін барып бірақ жеймін. Мадина, біздің жайлау ұнады ма саған? Иә, жайлау өте ұнады. Біз түнде спальный мешоктарда ұйықтадық, далада. Өте жақсы, жылы болды, суық емес күн. Бір сөзбен айтқанда, қаланың қарбалысынан мен демалып жатыр осы жерде. Марфуға үлкен рахмет, бізді осында алып келгеніне себеп. Көп жинаған жоқпын, бірақ енді осыны шелекті толтырам деп үміттенем. Малинаны жумай жеп жүрміз. Қалақай шағып алды бізді сонымен қатар. Малинаны теріп болдық. Уәде еткеніміздей, Мадина екеуміз бір шелекті толтырдық. Өте дәмді екен. Енді осы неден, таңқурайдан варенье қайнатып, қыста шайға қосып ішеміз суық кезде, Астананың суығында. Айтып қоймайды деймін Астананың суығын. Сол? Өте. Келіңіздер, малина теріңіздер деп. Біз варенье жасамай жеп қоятын сияқтымыз. Ну. Міне қонаққа келдік. Далада жаңбыр жауып тұр. Біз қонақта отырмыз. Мәнті жеп отырмыз. Тәте, сіз бір ауыз сөз айтып жіберіңіз бізге. Не, қыздар? Не зекер? Мен Өзім түсіре алмай жатырмын. Кілегеймен андай ненанды өлтіріп жеп жатырмыз. Қарманан, қазаннан дейді. Қабанан. Міне тәтеміз бізді қонаққа шақырған көрші тәтеміз. Бір-екеу жайлауда жүргендеріңізге қанша болды? Шай болды. Жалпы қанша, малда болғандарыңызға қанша болды? Баққанымызға 3-4 жыл болды. Күшті. Бауыржан останып малын бағамыз. Қандай малын бағасыздар? Құнажын бағамыз. Құнажын бағады міне. Біз тамақтанып болдық, жаңа ғана сол біз тамақтанып болғанша жаңбыр да басылған екен. Біздің екінші тоқтаған үйіміз, ол менің нағашым Қайраттың үйі, мынау артымда тұрған үй. Сондай әдемі жерде орналасқан екен, сайдың бойында, өзеннің жағасында. Табиғаты сондай керемет. Мұны қазір ары қарай жайлаудың тыныс тіршілігімен танысу үшін
омарта жаққа кетіп бара жатырмыз. Солай қарай кеттік. Мен аңсайман туған өлке туған жер сен аңсайман. Вау, мына артымды көрдіңіздер ме? Қандай әдемі көрініс. Міне жайлаудың әр қырынан ассаң, осындай бірінен бірі өткен сондай сұлу, көркем, әдемі жерлерді көре түсесің және көрген сайын бір құмарың қанбайды. Осындай байтақ кеңелдің өзіңнің туған жерің әрі отаның екенін мақтаныш ете түсесің. Міне біз ұзақ жол жүріп, омарташының үйіне жеттік. Қазір омартадан бұл жақтың балының қалай жиналатыны жөнінде сіздерге кішігірім репортаж жасайтын боламын. Менің жанымда Төлеухан ағамыз, осы омарташы, осында малшы. Мына жерде осы ағаның өзінің омартасы бар. Мына қарағайлар өздеріңіз ектіңіздер ме қолдан? Өзіміз ектік. Бұл 76 жылы еккенбіз. Міне уже 40 жыл болды осы қарағайларға еккен. Мына қайын енді одан кішкене 20 жылдай болды оны еккенімізге. Өзіміз еккенбіз. Күшті. Өзіңіз қанша жылдан бері осы жақтасыз? Мен осы жақта 83-тен бері, 1983 жылы келгем. Осы жақта сол осы жерден. 30 жылдан артық уақыт, е? 33 жыл ма? 33 жыл болды осы жақта. Ал мына омарта бұл жақта сонда лепсінің балы, е? Лепсінің балы, е. Қазір енді жекеменшік не ғой омарта. Лепсінің балы дейді. Бұл 85-86 жылдары Москвада военхада болды Кудей Иванович. Депутат, делегат та болды өзі. Осы омартаның негізін салған кісі ма сонда? Е, солысы. Ол кісі қайда? Осында ғой енді? Осында, бірақ та ауылға кеткен. Мен осы лепсінің балы сонау неде Парижде бірдеңеден орын алған деп естіген едім. Сол қаншалықты рас? Рас ол. Бірінші орын алған. Ол 86 жылы. 86 жылы. Дәл осы балы, е? Осы балы, осы. Міне. Сонда құрамы жағынан ба әлде қалай? Енді балдың бұл енді қалай айтуға болады? Натуральный бал ғой бұл. Өзіміз қорқып тұрмыз, аты шағып алады дейді. Бірақ сәл бұрышын ғана ашып көрсетем деді аға. Міне, көрдіңіздер ма? Болды. Қанша уақыт жинайсыздар деген секілді. Қанша мерзім бал алынады? Қай кездің балы ең дәмді бал? Ең дәмді бал? Майский ба? Майский майда жоқ қой бал енді. Білмеймін, енді бізде енді июльдің аяқ шерінде бастаймыз бірінші не. Соның кейін екінші осы августтың 10-15-інде. Ауа райына байланысты. Июльдің аяқ шетіндегі бал бар шығар, иә? Біз дәмін татып көрсек бола ма қазір? Бар, көресіздер. Міне бір ғасырлық тарихы бар омарташының үйіне келіп балынан дәм татып тұрмыз. Міне бұндай балды өмірімізде жегені ме? Расымен де. Омартадан жаңа кәшетті болған болды. Иә, міне жаңа ғана. Міне көрдіңіздер қандай? Көрдіңіздер ме? Жалпы балдың емдік қасиеті туралы тіпті Құранда да айтылған. Осы арнайы бал жеген адамдардың денсаулығының мықты болатыны, ұзақ өмір сүретіні жайында. Ал бал жегеннен кейін оған әрине қант қосылмаған таза балды жегенге не жетсін. Сондықтан мына аймақтағы бұл жерді өзі неден теңіз бетінен 1800 метр биіктікте орналасқан дейді. Және сондықтан мұнда басқа жақта кездеспейтін шөптер кездеседі, гүлдер кездеседі. Содан кейін де балының дәмі ешқай жаққа ұқсамайды. Сондай өте дәмді, таза бал. Міне бізге омарташаға бал сыйлады. Қалаға барып осыны жейміз енді. Заманчиво айттың ба ана жеріне? Бір жүзін көрейік деп. Қара моншаны көрдім, панда моншаны көрдім. Қара моншаны көрейік. Бұл ішінде бұл неге? Нұржан, не жоқ онда жоқ.
жайлаудың тағы бір қызығы ол атқа мініп серуендеу немесе қыдыру, тіпті егер шамасы келсе шабу. Енді біз шабу білмейміз, бірақ сонда да осы атпен мына айналаны серуендеп қайтқалы тұрмыз. Міне көк атымыз, қазақтар көк ат деп атайды, аттың аты жоқ екен әзір. Сол көк атпен кеттім қыдырып. Бәріміз де ары тарапқа кеттік берме, әлде биік асулардан өттіңдер де, әлде биік қияларға жеттіңдер ме? Армысың құрдастар, біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзалдастар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен? Мен айтып жатырмын да, мынандай жерлерді көргеннен кейін ішім күйіп, қызығып, адамдар осындай жерлерде әдемі, сондай көрікті, көрсең көзің тоймайтын сұлу жерлерде өмір сүреді. Ал біз жүрміз қалада, түтін сасып, газ жұтып. Арасында ең болмаса жазғы уақытта осындай жерлерге келіп демалып тұрайық, достар. Қош болыңдар. Келесі саяхатта кездескенше. Білмеймін сен аңсаймын, құл демейді адасқан ұл демейді, сен аңсаймын туған жер одан сайын.